Жар қылып алар қызыңның шешесіне қарарсың, шеше көргенді ал, алма ағашынан алысқа түспейді. Сонан соң әкесіне қара, әке қатал, әрі мейірімді болуы керек, билігі еркекте болған үй береке, осыны ұмытпа. Еркек балаларымен қоса әйелін де тәрбиелейді. Олардың санасына исламды құй, дін жолын үйрет, оқыт. Аллаға жаққанның адасқанын көргенім жоқ. Сондықтан осы іске жақсы көңіл бөл. Алғанын басқаны емес, әуелі сені сыйласын. Күйеуін ерім, балаларымның әкесі, болашағым деп сыйлаған әйел сенімен қоса бүкіл әулетіңді құрметтейді. Оның құрметі саған әулетіңнің алдында абырой сыйлайды. Оны қадір тұт, бар жақсы сөзіңді арна, жұрттың балаларының көзінше құшақтап сүйме, өзіңнің де оның да қадірін қашырасың. Оның барлығы оңашада қалар іс, ал басқа уақытта көз қарасың мен оған жасар жақсы ісің де жетіп жатыр. Оның жасар ісіне араласпа. Ақылды әйел сен араласпай-ақ қажет ақылын өзі келіп сұрап алады. Оны қызған, тек жөнімен болғаны дұрыс. Ал шамадан артық қызғану ұрыс керіске себепші. Қанша ұрыс керіс болса да өз араларыңда болсын. Сыртқа шығарушы болма. Ұрыс керісте я сен жеңіл, я ол жеңілсін. Ал қателік пен дұрыс бұрысын ашуларың басылған соң талқылаған жөн. Оны ешқашан алдама. Кез келген жағдайда тек шындықты айт. Оның өзіне деген сенімін жоғалтып алма. Сезімнің іргетасын сеніммен қаланғаны дұрыс. Не нәрсеге де сабыр қыл, барды қанағат тұт. Әйеліңнен де осыны талап ет. Сол кезде ғана өмірдің барлық тосын сыйларына қарсы тұра аласыңдар. Жігіттер жаман сөзді кәсіп етпе. Құрбыңды өзің теңді басып өтпе. Басыңа бір уақытта жұмыс түссе, дұшпан түгіл досың да қашар шетке. Жігіттер, мал мен басым көп демеңіз, киім бүтін, тамағым тоқ демеңіз. Дәулеттің 30 ұлын бір күнде алған, біздерге жала қаза жоқ демеңіз. Жігіттер, жалған дүние бізден қалар, бір күні ажал келіп жаныңдалар. Жан шығып дүниеден көшкеннен соң, мал мүлік, қатын балаң бәрі қалар. Өлімнен құтылмассың қашсаңдағы, атадан арыстан туып ассаңдағы. Аллахтан шыныменен жарлық келсе, жұлдыз да жерге түсер аспандағы. Ер мен әйел тамақ жейтін қос таяқша сияқты, екеуі бірлескенде ғана отбасын бақытқа бөлейді. Ердің жүзін күйдіретін нәрсе тіл. Егер жігіт ел жұртының пайдасындай, жақсы әйел әмме жұрттың анасындай, жақсыға ешкімнің де жаттығы жоқ, көреді бәрінде өз баласындай. Қорғанды шаһар қадірін қазақ білмес, сарт білер. Ер жігіттің қадірін ағайын білмес, жат білер. Жаман әйел ер қадірін білмес. Отбасылық өмір екі жастың басына көп міндеттер мен парыздар жүктейді. Әр адам соған дайын болғаннан кейін үйлену туралы шешімге келгені дұрыс. Отбасы тірлігіндегі ең мәнді тетік махаббат. Жұбайлар бір-бірінің мінезін зерттеп білмей, некенің бақытты болуы екі талай.
Жақсы отбасыда жазалау деген атымен болмайды, ал бұл отбасы тәрбиенің ең дұрыс жолы. Ештеңеге қарамастан үйлен. Жақсы әйел түссе бақытты боласың, жаман әйел түссе ойшыл боласың. Адамгершілігі жағынан мәдениетті адамдар, саналы еңбеккерлер кітапқа деген терең сүйіспеншілікке бөленген отбасылардан өсіп шығады. Ата-анаң мен отбасыңды ренжітпе. Жағымсыз мінез құлқыңды жақындарыңа емес басқаларға көрсет. Отбасың әрдайым сенімен бірге болады. Оларға қамқор бол. Тынышсыз отбасы жер бетіндегі тозақ. Отбасың тыныш болмаса, дүниенің тыныштығы саған сая болмайды. Баланы бұзуға, түзеуге себеп болатын бір шарт жас күнде көрген өнеге. Әйел өзін сенімді сезінген жерде отбасыда берік, балаларының болашағы да жарқын. Баланың жақсысы әке мен шешенің ары, ата-ананың абыройы, жаманы қайғысы, азап соры. Балаға берілетін бірінші тәрбие ата-анасын, туған-туысын, жолдасын сыйлыға үйретуден басталады. Себебі ата-анасын сыйламаған бала жолдасын да, қоғамға да пайда келтіре алмайды. Ұлым, саған айтам, үлкенге сәлем бер, жолын кесіп өтпе. Жүріп келе жатқан адам отырған адамға, атты адам жаяуға, аз адам көпке сәлем беруге тиіс. Үлкендер мен ғалым адамдар алдында көп сөйлемеуге тырыс. Үйге кісі келсе орнынан тұрып, жайдары қарсы ал, киімін іл, төрге шығар. Үлкендерден бұрын тамаққа қолыңды салма. Мүсәпірдің ақысын жеме, тозақта күйерсің. Айтқаныңды қайталама, алуаны бір-ақ рет жейді. Ізгі оймен ашқан есікті қатты жаппа, жұрт қашардай қатты болма, жұрт таптардай жуас болма. Отты сөндіріп, қозасын қалдырма, жыланды өлтіріп, баласын қалдырма. Адам әзіз айтар деп көңіліңді салмағын, нәпсі алдаушы дұшпанның өсиетін алмағың. Мен де соққы жедім деп сұм дүниеден, көп жазып ем, оныма өкіндім мен. Ойласам көрген бейне тартқан қайғы, болыпты не біреуден, не өзімнен. Байлық жақсы екені елге мәлім, өз істеп әділ қыл келсе халің. Қолың білсе біреуге жалынбайсың, шыдамды бол, еріншек болма жаным. Тегіс тексер сөз көрсең сыр мен сынын, түзетуге имен бе тапсаң мінін. Үйдің іргесі берік болсын десең, қабырғасын асықпай қала. Асылдан асыл туады, жалқаудан масыл туады, мылжыңнан езбе туады, қыдырмадан кезбе туады. Арнама тіркеліп алыңыз, өз ойыңызды жазып өтіңіз, жақындарыңызға жіберуді ұмытпаңыз.